Армысыздар достар, біз сіздермен қалдыңғы сабақта осы Инста парақшаны қолдануды үйренген болатынбыз. Ал енді біз осы сабақта өзіміздің Инста парақшамызды қалай әндеп, сәндеулеп болатынын үйренетін боламыз. Яғни айтқанда оформление. Ал енді біз бірінші Инстаграммен танысып алайық. Ең үстіңгі жақта бізде өзіміздің профиліміздің аты тұр. Бұл өте маңызды бөлім. Ол негізінде қандай болғаны жөн? Ол сіздің либо аты жөніңіз, или болмаса белгілі бір брендтің атауы болған өте жақсы. Ол 10 әріптен аспағаны жөн. Ал енді мына зат, бұл сіздің аватарыңыз деп аталады. Яғни қана аватар. Аватардағы сізде бұл сіздің өзіңіздің парақшаңыз болса, онда сіз бұл жерде тек өзіңіздің суретіңіз болған жақсы. Ал енді сурет ол қандай болған дұрыс? Сурет ол сіздің беліңізден жоғары өте сапалы түстен артық нәрсесіз өте мықты сурет болғаны үшін. Ал анау сіз алыстан түскен суреттерді, или болмаса бір жақыннан түскен суреттерді салған, бұл жерде өте қатты әдемілік етпейді. Ал енді мына жаққа өтетін болсақ, мынау біздің профиліміздің аты болып есептеледі. Бұнда сіз не істейсіз? Сіз өзіңіздің мамандығыңызды осында жазатын боласыз. Яғни ол клиентке өтімді ат болуы керек. Ол неден басталады? Мысалға мен өзім бизнес бойынша маманмын. Сондықтан да менде осылай жазылып тұр. Әрі мен продюсермін. Сондықтан да мен өзімді осылай жаздым. Себебі клиент сізді қалай іздейді, сіз солай жазуыңыз керек. Ал енді мынау бұл описание. Яғни сіздің өмір баяныңыз. Сіз бұнда өзіңіз не істейсіз? Или болмаса сіздің клиентке қандай пайдаңыз бар? Соны жазсаңыз болады. Ал ең соңында тұрған бұл сілтеме. Яғни сайт. Егер сізде сайт болса, онда сіз сайтыңызды осы жаққа қарай салсаңыз болады. Я болмаса, сіздің WhatsApp-ыңызға алып баратын сілтеме болса, сіз оны осында салсаңыз болады. Так, одан бөлек астындағы мына заттар, бұл актуальный деп аталады. Бұлар не? Бұлар сіз салып жатқан стористар бар емес пе? Соларды мәңгілікке сақтап қоюға арналған мүмкіндік. Бұны біз үйренетін боламыз. Әрі астыңғы жақтағы 3 бөлімді көріңіздер. Мынау, және де мынау, және де үшіншісі бұл мынау. Біріншісі бұл не? Ал енді біз сізбен осы жақты өзгертетін боламыз. Мына тұрған батырманы басамыз. Редактировать профиль. Енді өздеріңіз жаңа көрдіңіздер, бізде профильдің аты қалай болды? Осылай, Сондықтан да сіз бұны өте қатты ойланып жасағаныңыз үшін. Ал енді сайт. Сайтты білесіздер. Сіздің телеграмыңызға, или болмаса таплин, или болмаса сайт, или болмаса WhatsApp. Осындай сында сізде қандай сілтемелер бар, соны сіз осында саласыз. Описание. Бұнда сіз өзіңіздің өмір баяныңызды жазасыз. Универсал маман, сайт маманы, ісімім, мобилография. Яғни мен не істеймін, мен соны жазамын.
Және де астыңғы жақта үшінші тұрған батырма бұл сізге өте қатты маңызды. Способы связи. Бұл не? Осыған басамыз. Сізбен байланысар уақытта сізде қайсы WhatsApp-қа жазғаны, или болмаса қайсы номерден звондағаны, я болмаса сіздің почтаңызды белгілей аласыз. Үстіне басып, почтаңызды жазсаңыз да болады, я болмаса телефон номерді жазасыз, я болмаса өзіңіздің WhatsApp нөміріңізді жазасыз. Мысалға мен қазір мына жерде өзімнің WhatsApp-ымды тіркеп жатырмын. Міне жіберіп жатырмын. Ал енді маған SMS келеді қазір. Міне 99 333 99 333. Мен осыны белгіледім. Енді міне менің WhatsApp-ым уже шықты. Ал енді назад қатырмасын басамын. Астындағылар сізде өте қатты маңызды емес. Сізде маңызды болатын нәрсе тек осылар. Так, басқа сіздерде өте қатты маңызды ештеңе жоқ. Ал енді біз өзіміз өзгерткен заттарды тексеріп отырайық. Мысалы, контакты батырмасы үстінен бассам, міне менің номерім шықты, электронный почтам шықты, әрі WhatsApp-ым шықты. Одан бөлек менің парақшамның статистикасы. Мені неше адамдар көріп отыр, әрі мені кімдер бақылап отыр, мен соны осы жақтан көре аламын. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Ал енді біз сізбен келесі сабақта сторис салуды үйренетін боламыз. Ол әрине үшінші сабақта.